Алматының ауасын тазарту және қайта жасыл желекке айналдыру міндеті қойылды. Қаладағы 2 миллион ағаштың 500 мыңға жуығы ауруға шалдыққан. Сондықтан қала әкімі Бақытжан Сағынтаев жасыл Алматы жобасын ұсынған болатын. 3 жылдық бағдарлама аясында кем дегенде 1 миллион ағаш отырғызу міндеті қойылды. Алматыны жасылдандыру стратегиясына сәйкес 2020 жылы қала аумағында 2518 апорт алмасының ағашы отырғызылды. Былтырғы жылы көгалдандыру аумағы адам басына шаққанда 7,7 шаршы метрді құраса, биыл 8,5 шаршы метрге ұлғайды. Сонымен қоса 5 жаңа саябақ аумағы құрылады. Қаланы жасыл желекке айналдыру мақсатында өткен жылы 280.459 ағаштың көшеті егілді. Ағаш отырғызу акциясына қала тұрғындары белсене қатысып, экологияны жақсартуға қоғам болып үлес қосуда. Қаламыздың экологиясының жақсаруына сәл де болса үлесімді қосқаным үшін мақтанамын. Баламды да алып келдім бүгін.